Сәлем балалар, 3 сынып қазақ тілі 15 сабақ сөйлеу мәдениетіне үйренемін. 56 жаттығу. Өлеңді мұқият тыңда. Жылы жүрек, тәтті тіл. Берекені берер біл, ащы сөзді өзімшіл, өнері оның қалар тұл. Қатесін тапсаң жұмсақ айт, ызаланбай сабыр қыл. Өлеңнің авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Балалар, енді өлеңге байланысты сұрақтарға жауап берейік. Өлең не туралы? Өлеңге ат қой. Өлең жақсы сөйлеу туралы. Өлеңге тақырып жақсы сөз. Қарамен жазылғандардың антонимдік тіркестерін тауып көр. Жылы жүрек, салқын жүрек. Тәтті тіл, ащы тіл. Ащы сөз, жылы сөз. Жұмсақ айт, қатты айт. Келесі сұрақ. Ащы сөзді тіркесін қандай сөздермен алмастырып айтуға болады? Араларында дөрекі сөйлейтін балалар кездесе ме? Қатты сөз тіркесімен алмастырып айтуға болады. Араларында дөрекі сөйлейтін балалар жоқ деп ойлаймын. Балалар, өлеңді жатқа жазыңдар. Өлеңнің соңғы 2 қатарын басшылыққа алып, досыңның қатесін түзетуге көмекке кел. Ол үшін, меніңше, мүмкін болса, дұрыс болар еді сөздерін қолданып, өз пікірлеріңді білдіріп көріңдер. 57 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Үстел үстінде радио мен теледидар қатар тұратын. Үй ішіндегілер теледидарды қызықтайтын. Радионың бұған қатты намысы келетін. Сен келдің де, мен ескерусіз қалдым дейтін. Ылғи. Теледидарды атарға оғы жоқ еді. Ал ол болса, бұған еш ашуланбайтын. Екеуміз кезек сөйлейік дейтін. Мен сөйлеп болған соң, сен сөйле. Көрсетемін кезекті, деді радио қатты ашуланып. Тапқан екенсің ақымақты. Сөйтті де теледидармен қосыла сөйлеп, оны мазақ ете бастады. Тыңдап отырған иесі радионы өшіріп тастады. Мәтіннің авторы Балтабай Әділов. Мәтін мазмұны бойынша теледидар мен радионы салыстырып сипатта. Қайсының іс-әрекеті дұрыс емес деп есептейсің? Неліктен? Мұнда радионың іс-әрекеті дұрыс емес. Өйткені теледидар кезекпен сөйлейік деді, ал радио оны тыңдамай жарыса сөйледі. Және радиода менмендік, мақтаншақтық және өзімшілдік басым болып тұр. 58 жаттығу. Мәтіндегі ақыл, кеңес қай кезде қолданылатынын айт. Өзге адамдардың сөзіне рұқсатсыз араласпаған жақсы. Ал ол соншалықты қажет болса, кешіріңіз, немесе ғафу етіңіз. Сөзіңізді бөлейін деп тұрмын. Сөзіңізді бөлуге бола ма? Деген сөздермен сөйлесіп, отырғандардан рұқсат сұраған жөн. Бұл әдептілікті білдіреді. Мәтіндегі өтіну әдеп сөздерін қатыстырып, парталасыңмен диалог құраған диалогыңды дәптерге жаз. Айнұр, кешір, сөзіңді бөлейін деп тұрмын. Айта бер, Серік. Менің сызғышымның қалып қойыпты. Сенен ала тұрсам бола ма? Әрине, ала ғой. Рахмет саған. 59 жаттығу. Көңіл күй лебіздері мен олардың атауын сәйкестендір. Алғыс. Алла разы болсын. Рахмет. Көп жаса. Өркенің өссін. Құттықтау. Құттықтаймын. Тілеймін. Сәлемдесу. Аман саумыз.
сәлем, ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе? Қошемет, қостау, таңдану, келісу. Жарайсың қызым, ұлым. Жаса, жаса. Айтқаның келсін, керемет. Келісу. Әрине, иә, мақұл. Ал қоштасуға сау бол, келесі кездескенше. Сөйлемдері сәйкес келеді. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және де осы каналға тіркеліп алыңдар.